Құрамы ерекше соуспен жасалатын өте дәмді бургерді дәл осы рецептпен жасап көріңіз. Ең алдымен парақшама тіркелуді ұмытпаңыз, видеоны міндетті түрде лайк басып қойыңыз. Мен сіздерге алдында осы бургердің булочкасының рецептін бөліскен болатынмын. Рецептін описание бөліміне қалдырып өтем. Бірінші кезекте біз котлет жасайтын боламыз. Ол үшін сухарийімізді суымызға жібітіп аламыз. Яғни 10-15 минут көлемінде. Ингредиенттің барлығын описание бөліміне қалдырып өтемін. Біздің сухарийіміз толықтай жібуі қажет. Яғни үстінен баса отырып, біз осылай суын сіңіргенше күтетін боламыз сухарийдің. Ендігі кезекте жуамызды өте майда қылып кубиктап тураймыз. Котлетімізге қажетті заттар тартылған ет, жібітілген сухарий және де пияз қажет болады. Осы заттардың барлығын бір ыдысқа, яғни табамызға кезекпен кезек саламыз. Ең алдымен фаршымыз бен сухарийімізді салып, қолымызбен әбден мұжамыз. Біздегі фарш пен сухарийіміз бірдей, яғни былайша айтқанда пюре болу қажет. Өздеріңіз көріп отырғандай видеодағыдай жасайсыздар. Мен біріккенше өте ездім. Одан кейін жуамызды салып, үстіне қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қосасыздар. Мен 3 түрлі дәмдеуіштен красный, черный перец қостым. Одан кейін сұйық май, одан кейін 2 жұмыртқаның сары уызы немесе 1 үлкен жұмыртқа қоссаңыздар да болады. Жұмыртқа ол осы фарштың формасын ұстап тұру үшін. Мен котлеттің формасына осындай бұралмалы банканың крышкасына пищевой пленканы қойып, формасын жинадым. Мен бұл лайфхакты интернеттен көрген болатынмын. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша форма дайындайсыздар. Дәл видеода көрсетілгенде жасай алмасаңыздар, қолмен де жасауға болады. Мен осылай печканың формасына котлеттердің барлығын орналастырдым. Пергамент қағазы міндетті түрде болу қажет сіздердің котлеттеріңіз біркелкі формада шығуы үшін. Салмасына салатный лист, огурцы, помидор, көк пияздың жасыл шөбі және де укроп қосатын боламын. Бургердің сәні үшін 2 пиязды сыртын ашып, жуып, осылай домалақтап тураймыз. Барлығын турап болғаннан кейін бір-бірінен жуаларды ажыратып аламыз. Келесі кезекте қияр, яғни огурцымызды да сопақша ұзындау етіп тураймыз. Қызанақ, яғни помидорымызды доп-домалақ етіп тураймыз, ортасынан кеспей. Одан соң соусы үшін укропты да өте майда қылып тураймыз. Көк пиязымыздың жасыл шөбінде майдалап тураймыз біздің соусымыз үшін. Бұл көкөністер біздің соусымызға ерекше дәм береді. Салатный листтің түбін аламыз. Ол түбі бізге қажет емес. Біздің көкөністеріміз туралып дайындалды, яғни бұл салмасы үшін. Соусымыздың соңғы этабы чеснок, яғни 4 чеснок да майдалап пышақтың көмегімен тураймыз. Барлығын бір ыдысқа салып, үстіне су құйып, одан соң майонезіміз салып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Бургерге қосатын соусымыз дайын. Одан кейін сырымызды 2 бөлікке бөліп, 3 бұрыштап, біркелкі етіп тураймыз. Менің сырым енді туралғанша туралды, сынғаны сынды, бірақ бургердің ішіне кететіндіктен білінбейді. Енді біздің заттарымыздың барлығы дайын. Нандарымыздың ортасын бөліп, бургер жинайтын боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салмасын саласыздар. Мен әр бургерді әртүрлі етіп жинадым, яғни салмаларын араластырдым. Достар, видеоны лайк басып, каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін үлкен көмек. Достар, бұл бургердің ерекшелігі қолдан жасалады және де қолдан жасалған бургердің дәмі өте керемет болып шығады. Тіпті фастфуд орталығынан да асып түспесе кем болмайды. Достар, менің парақшамда фастфудтың, яғни лаваш, донер, чикеннің рецепттері бар. Барлығын описание бөліміне қалдырып кететін боламын.